Сәлеметсіздер ме? Мен Қызылорда облысы Шиелі ауданы 148-ші қазақ орта мектебінің тарих пәні мұғалімі Шағдатова Гүлшат Шағдатқызы. Мен Қазақстан тарихы пәні бойынша 7-ші Б сыныбында өткізілген сабағымды ұсынып отырмын. Сабақтың басында ұйымдастырылған ой шақыру бөлімінде жаңа тақырыппен байланысты өткен материалға қатысты бірнеше кілт сөздер мен тарихи даталар талқыланып, оқушылардың болжам жауаптары арқылы сабақ тақырыбы анықталды. Оқушыларға сабақ тақырыбы 19 ғасырдың екінші жартысындағы Қазақстандағы әкімшілік территориялық реформалар зерттеу сұрағы патша өкіметі тарапынан бөліп алда билей бер ұстанымы қалай жүзеге асты. Осы сабақты жүзеге асырылған оқу мақсаттары Ресей империясының отарлық саясатының себеп салдарын анықтау, патша өкіметі реформалары нәтижесінде әкімшілік аумақтық өзгерістерді түсіндіру, оқу мақсаттары таныстырылып, зерттеу сұрағына назар аударылады. Жаңа тақырып материалын игеруде зерттеу жұмысының алғашқы қадамы оқушылардың зейіні суретке шоғырландырылды. Мәтінмен жұмыс жасау барысында зерттеу мен талдауға арналған тапсырмалар берілді. Бірінші тапсырмада түрлі мазмұндағы суреттер беріліп, олардың мазмұнын ашу үшін суреттерде нақты қандай үдеріс сипатталуда, қандай мәселе талқыланылуда, қандай іс-әрекет болып жатыр, бұл адамдар кімдер, бұл көрініске дейін не болуы мүмкін екендігін болжап көріңіз. Әрі қарай не болуы мүмкін? Қайда болады? Бұл қашан болуы мүмкін? Суреттегі әр кейіпкерді сипаттап беріңіз. Олардың ойларын анықтаңыз. Бұл суреттегі ең маңызды аспект қандай деген сұрақтар мен дескрипторлар ұсынылды. Суреттегі негізгі ойды анықтайды. Жауап құрылымын сауатты құра алады. Суреттегі көрініс бөлімінде оқушылар ең үздік жауап әдісі арқылы бағаланды. Мәтін мазмұны талқыланып, қазақ жеріндегі жаңа әкімшілік территориялық бөлініс туралы төмендегі сызба схемалар толтыру ұйымдастырылады. Тапсырмаға жаңа әкімшілік территориялық бөліктердің басындағы билік иелерін атап қызметін талдайды. 1860 жылы қазақ даласындағы реформаға дайындықтың болғандығын кемінде 2 дәйек негізінде түсіндіреді. Дескрипторлары берілді. Оқушылардың жұмысы жұлдызшалар әдісі арқылы бағаланды. Келесі зерттеу жұмысында 2 тапсырма, сұрақ-жауап және тірек сызбамен жұмыс тапсырылды. Тапсырманы орындауда оқушылар 1867-1868 жылдардағы Қазақстандағы реформаларға дайындық туралы мәтін таратылады. Үшінші тапсырма тірек сызба және карта әдісі. Мәтіннен алынған ақпараттан Қазақстандағы жаңа әкімшілік территориялық бөліктердің атауы, ерекшелігі, ондағы жауапты лауазымды тұлға және оның қызметі туралы сызбасын схеманы толтырып түсіндірілді. Дескрипторы жаңа әкімшілік территориялық бөліктердің басындағы билік иелерін атап қызметін талдайды. 1860 жылы қазақ даласында реформаға дайындықтың болғандығына кемінде 2 дәйек негізінде түсіндіреді. Мазмұнды сызба жұмыстарына құрылған дескрипторлары арқылы алақан жұдырық әдісімен бағалау жүргізілді. Сабақтың басындағы зерттеу сұрағына қайта оралып, зерттеу сұрағы патша өкіметі тарапынан бөліп алда билей бер ұстанымы қалай жүзеге асты төңірегінде талқылау жүргізіледі. Оқушылар тарихи оқиғаны түйіндеу мәселені тұжырымдау тапсырмасын кестеге орналастырды. Дескриптор 1867-68 жылдардың арасында Қазақстандағы жаңа әкімшілік басқару туралы ойды түйіндеп тұжырымдады. Сабақтың қорытынды бөлімінде оқушылар сұрақ қорытынды стратегиясы әдісімен бүгінгі сабақтағы басты оқиға, не қызықты болды, бүгін сабақтан не үйлендіңіздер, қандай жаңалық алдыңыздар сұрақтарына жауап беру арқылы сабаққа кері байланыс жасалды. Сабақтан кейін менің яғни мұғалімнің тапсырмасы бойынша
оқу және тәжірибелік жұмысты оқушының өздігінен оқу тапсырмасына реформаға дайындық қалай жүргізілді? Реформаны дайындай отырып, патша үкіметі қандай мақсатты көздеді? Реформаның мәні қандай? Ереже реформаның әлеуметтік-экономикалық дамудағы рөлі қандай болды? Сұрақтарына жауап беру тапсырылды. Сабақ соңында оқушыларға реформаның жағымды және жағымсыз тұстары айтылып, сабақ қорытындыланды. Назар салып тыңдағандарыңызға рахмет. Сау болыңыздар.